Диетолог мамандар қияр қосылған судың адам ағзасына пайдасы шаш етектен дейді. Олар таңертең бір стакан қияр қосылған су ішсеңіз, осындай 6 түрлі аурудың алдын алатыныңызға кепілдік береді екен. Ендеше саулығымызға да, сұлулығымызға да пайдасы мол қияр қосылған су ішуді әдетке айналдырайық. Сонымен қияр қосылған су осындай ауруларға ем болады екен. Біріншісі, саулығыңызды жақсартады. Қияр қосылған су қан қысымын реттейді. Оның құрамындағы калий, магний және натрий элементтері инсульт, жүрек талмасы, бүйрек ауруларының алдын алады және де тәбетті болдырмайды. Егер сіз бір стакан аш қарынға бір стакан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, онда қарныңыздың ашқанын сезе қоймайсыз. Әсіресе артық салмақпен күресіп жүргендерге таптырмайтын әдіс болып табылады және де теріні тазалайды. Сіз қияр қосылған су ішуді әдетке айналдыратын болсаңыз, онда теріңіздің саулығы жақсарады әрі жасарады, тегістеліп ылғалданады. Мұндай қасиетке құрамындағы кремний элементінің арқасында қол жеткізеді екен және де ағзаны ылғалдандырады. Расымен, қияр қосылған су тәнді де, жанды да емдейді. Теріні ғана емес, ағзаңызды да нәрлендіріп ылғалдандырады. Сонымен қатар, жүрек қан тамыр ауруларынан қорғайды, әрі улы заттан тазартады екен және де дәрумендермен байытады. Қияр адам ағзасына қажетті минералдар мен дәрумендердің қайнар көзі болып табылады. Әсіресе А және С дәруменіне өте бай. Аталған пайдалы заттар ағзаға тез еніп, оңай қорытылады. Ағзаны уланудан қорғайды. Ағза уланған жағдайда бір стакан қияр қосылған су ішетін болсаңыз, 2-3 минутта керемет нәтижесін көруге болады екен. Сондай-ақ бүкіл ағзаны шлактан, улы заттан тазалайды, әрі денсаулықтың жалпы жағдайын жақсартады екен. Енді қияр суды қалай дайындаймыз? Емдік қасиеті орасан зор бұл судың дайындалу жолы өте қарапайым. Бізге 2 дана қияр, 3-4 тал жалбыз, яғни мята, 1 дана лимон, 2 литр таза ауыз су қажет. Кеңдеу ыдысқа суды құясыз да, қиярды жіңішке етіп ұзыншалап турап саласыз. Оған мята мен лимон тілімдерін қосып араластырасыз. Ыдыстың қақпағын жауып тоңазытқышқа қоясыз да, емдік суды түнде жасағаныңыз дұрыс. Таңертең дайын болған суды шектеусіз іше беруге болады. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Деніміз сау болсын және де келесі жүздескенше.